Сәлем, қайырлы күн оқырман. Бүгін сіздермен түрлі мастер-класстарда 1000 теңгеге 2000 теңге сатып жатқан оригинал магазиндегідей болып шығатын пельменнің арнайы оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осы тәсілмен жасап көрсеңіздер 100% пельмендеріңіз жыртылмай, езілмей, дана-дана болып пісетін болады. Алдымен ұнымызға 2 дана жұмыртқа, сұйық майымыз қосып жақсылап араластырып, ыстық қайнап тұрған кипяток суға бір ас қасықтай тұзымызды салып жақсылап араластырып суды қоса отырып осылай қаттырақ көлемде қамыр елеп аласыздар. Менде бұл қамырымнан 3 сыбала болып шықты. Сіздерге нақты рецепті видеоның астына қалдыратын боламын описание бөліміне. Осылай бәрін сыбала жасап алғаннан кейін пакетке салып тындыруға 15-20 минут уақытқа қойып қоятын боламыз. Оған дейін біз пельменіміздің салмасын дайындайтын боламыз. Салмасын дайындау үшін бізге тартылған ет және де ұсақталған осылай пиязымыз қажет болады. Пиязымызды тартылған еттің үстіне салып, тұзымызды және татымына қарай қара бұрыш салсаңыздар болады. Менде болмағасын қызыл бұрыш салдым. Дәл осылай салып, барлығын жақсылап араластырып аласыздар да дәл осындай салма дайын болып шығады. Енді біз жаңағы тындырған қамырларымызды алып, бірінен соң бірін жая отырып, жұқа етіп жайып аласыздар. Өте күшті болып шығады. Қамырды жайған кезде қатты ұнды да талап етпейді достар. Істеп жасап көрсеңіздер болады. Өте күшті болып шығады. Бұл біздің пельменіміздің жыртылмай жақсы дана болып пісуінің себебі, байқасаңыздар, ыстық қайнап тұрған кипяток суға қамыр дайындайсыздар. Міне дәл осылай мен баклажканың бас жағымен осылай пельменнің көлемінде етіп, дөңгелек етіп барлығын кесіп алдым. Өз қалауларыңыз бойынша 4 бұрышты етіп кессеңіздер болады. Барлығын осылай кесіп, артық қамырларды осылай сыбала жасап, арнайы тағы да пакетке салып қойсаңыздар болады. Кеспе жасап кесіп алуларыңызға болады. Не болмаса қайтадан осындай пельмен қамырын дайындап пельмен түйсеңіздер болады. Қалған қамырына осылайша барлық пельмендерімді осылай бірінің үстіне бірін қойып осылай жинап аламыз. Ешқандай да жабыспайды және қаясып қалмайды. Осылай шетінен алып бірінен кейін бірін түйіп аласыздар. Екі бетін жақсылап басасыздар. Бір бетіне қайтарып дәл осылай түйіп аласыздар. Барлығын түйіп дайындап алғаннан кейін мен морозильникке арнайы листке салып қатыруға қойып қойдым. Оған дейін сорпасын дайындап алайын деп аздаған сұйық май құйып, оның үстінен туралған пиязымды және туралған картопымды салдым да барлығын жақсылап араластырып, үйде қалған осылай свежий салат бар еді, осыны қосып жібердім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша помидор, болгарский не болмаса томат қоссаңыздар болады. Осылайша барлығын қуырып алғаннан кейін үстінен шамамен жарты қазандай болып шығатын су құйып, үстінен татымына қарай тұзымды салып қойдым. Сорпам қайнап шыққаннан кейін тағы да 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Одан кейін жаңағы морозильниктен алған пельмендерімді осылайша салып тағы да қайнататын боламын. 15-20 минуттай уақыт қайнатамын. Қанша қайнаса да езілмей, жыртылмай піседі достар. Міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте күшті, керемет болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздар қайнап жатыр. Ешқайсысы жыртылмай, барлығы дана-дана болып қайнап жатыр және қою да болып қалмайды. Сорпалы болсын десеңіздер, суын көптеу құйып дайындайсыздар. Дәл осылай пельмендерімнің барлығы міне пісіп дайын болды. Енді балаларыма, отбасыма беретін боламын. Егер де менің сіздерге рецептім қызық болған болса, пайдалы болған болса, сақтап алып достарыңызбен бөлісіп және міндетті түрде каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, жоғалтылмас үшін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.